қашып жерлерге күн төгеді жалулаған. Бүгін міне менің дәрежем бір сатыға көтеріліп аққайынның сүйген жарына сырға салу рәсімі маған бұйырған екен. Бірінші алдымен қыздарымызды ортаға алдыртып алсақ, жеңгелері жаңа ғана құда-құдалар бір-бірімен танысып, өсіп жатыр ғой құдалықта. Мінекей, мен де өзімді таныстыра өтейін. Ұлы жүзді қызы, ұлы жүз дулаттың қызы, орта жүз Арғынның келіні, Аружан деген келіндеріміз мен боламын. Бүгін міне менің аққайдың таңдауы, біздің әулетіміздің таңдауы. Сырға салып, дәрежем бір сатыға көтеріліп, бүгінде абысына танып жатқан жайым бар. Міне сәукелесі ішінде алып келген біздің сырғамыз бар. Алтынмен апталып, гауһар тастармен көмкерілген. Бірінші қызымызды тіл көзден сақтасын деп үкілеп алайық. Рәсімімізді бастайық. Алтыннан сырға тағайық, абыройың артсын деп, күмістен сырға тағайық, өмірі ашық, жолы жарқын, ана келіннен дана келінге айналсын деп. Ендеше міне алтын сырға бриллиант тақсы бар. Қыздарымызға арнайы сатып алып кел. Оң құлағынан бастаймыз. Өзімен жақын сырлас келін болсын деп, оң құлағынан бастаймыз. Сырғасын тағып сырғалы матандырдық. Өзі сырға тағу рәсімінде негізгі салты бізге келін болды, сіздерден кетті, бізге жетті деген мағынада келінімізді жариялау рәсімі болып танылады. Қыздарыңыз бақытты болсын, сіздерден кеткен қыз біздің елге құт болып келсін деп, осы әулеттің бір үлкенге базасы. Сол қызымызға тілейтініміз бақытты болсын, қосағымен қосағарсын, барған жерге тастай батып судай сіңсін. Осы екі жаққа бірдей болсын, бәрі жақсылықты тілеймін. Болсын.